Жылдам хабарнама шұғыл дерек. Ассалаумағалейкум армағазақ. Егер осы сұрақ сізді қинап жатқан болса, онда арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеороликтерімізді соңына дейін қарастырыңыз. Ал онда біз бастадық. Марқұмдардың жеке басы анықталып жатыр деп хабарлайды бақ.кз. Павлодар news.kz сайтына сілтеме жасап, 18 наурыз күні сағат 03:51-де Павлодар ауылында тұрған үй көзесіретін жайқаны туралы хабарнама түсті. Жеке тұрғын үй аумағында көлік жайға бекітілген бір бөлмелі газ блокты ғимараттарының ағаштары, шатыры опырылып, жалпы алаңы 40 шаршы метрде жиһаз және тұрмыстық заттар толығыменен жанып кетті. Өртті сөндіру барысында ғимараттың терезесінің жанында 2 күйген мәйіт табылды. Олардың деректері анықталуда. Ғимараттан 50 литрлік газ баллоны шығарылды. Өрт сағат 04:36-да оқшауланып, 5:10-да жойылды. Себептер менен шығыны анықталуда, деді облыстық анықтастыру төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметі. Алғашқы аталған факттер бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 292 бабы 3 бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Кінәлі адам 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Осы түнде сағат 04:09-да Павлодар қаласында Генерал Дүйсенов көшесі 304 мекен жайында құрылыс тіркемесі өртеніп жатқанын туралы ақпарат түскен. Өрт 20 шаршы метр аумақты жаулады. Оқиға орнына өрт сөндірушілер жатып келгенде мәйіт тапты. Деректер анықталуда. Өрт сағат 04:38-де жойылды. Себеп пен залалы анықталуда. Осы оқиғаға байланысты Павлодар қаласы төтенше жағдайлар басқармасы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 292 бабы 2 бөлімшесі бойынша сотқа дейінгі тергеуді хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында тек қана біздің каналымызда біле аласыздар.